7 сыныптан бері химия пәнімен айналысып, көптеген олимпиадаларға қатысып келемін. Солардың ішінде КТФ білім олимпиадасында 7 сыныпта 3 орын және 8 сыныпта 2 орын алдым. Одан басқа 8 сыныпта республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінде 3 орын алдым. Осы жеңістен кейін дайындығымда көптеген өзгерістер болу керек екенін түсіндім және белсендірек дайындала бастадым. Соның нәтижесінде кейінгі 3 жыл қатарынан облыстық олимпиадада 1 орын және республикалық олимпиадада 2 орын мен 2 рет қатар 1 орынға ие болдым. Және ең басты сынақтарының бірі ол Индияда өткен MIT халықаралық олимпиадасы. Ол 3 орынмен аяқталды. Және Армениядағы Ереван қаласында өткен 49-шы халықаралық Менделеев олимпиадасы. Ол да 3 орынмен аяқталды. Және өзінің ең басты жеңісім ол 2015 жылы Азербайжанның Баку қаласында өткен 47-ші халықаралық химия олимпиадасында 2 орын. 8 сыныптан бері физиканың олимпиадаларға қатысып келемін. Физиканың жеткен жетістіктерім: 8 сынып облыстық олимпиада 2 орын, республикалық олимпиада 3 орын, 9 сынып облыстық олимпиада мен республикалық олимпиада 1 орын, және де Туймада олимпиадасы 3 орын. 10 сыныпта Кореяда өткен халықаралық айтышу олимпиадасында 3 орын, және облыстық пен республикалық олимпиадада 1 орын алдым. За 5 лет, проведенных в стенах КТЛ, я был неоднократным участником олимпиад по предмету биология. Начиная с 7 класса я участвую в данном виде олимпиад. Первая из них была КТФ Білім олимпиадасы, затем я начал развиваться еще больше. И начиная с 8 класса в течение 4 лет я занимал места на областных и республиканских олимпиадах. На областной олимпиаде я трижды завоевал 1 место и 1 раз 2 место. На республиканской олимпиаде я в 8 классе взял бронзовую медаль, в 9 классе золотую медаль, в 10 и 11 дважды серебряную медаль. Также я являюсь неоднократным участником международных учебно-тренировочных сборов по предмету биология, проходивших в Беларуси и в Турции. Также являюсь участником международных олимпиад в 8 классе международная Сапаевская олимпиада, а также в 9 классе международная олимпиада АМТИ. Я участвую в олимпиадах по предмету физика. Я завоевал такие достижения, как 1 место на КТФ Білім олимпиадаса в 7 классе. В 8 классе я взял серебряную медаль на республиканской и 2 место на областных олимпиадах. В 9 классе я являюсь обладателем золотой медали на республиканской олимпиаде и 1 места на областной олимпиаде. Затем я участвовал в олимпиаде, которая проводилась в республике Саха-Якутия, Туймада, где завоевал 1 место. В 10 классе я участвовал в олимпиадах, таких как республиканская и областная олимпиада, где на обоих взял 1 места. Моим главным достижением является серебряная медаль на международной Жаутыковской олимпиаде.